Тікелей эфирде Таңшолпан, келесі құрметті меймандарымызбен таныс болыңыздар. Фотожурналист, фотоөнер қоғамдық бірлестігінің төрағасы, журналистика академиясының алтын жұлдыз сыйлығын иегері Асылхан Әбдірайым. Сондай Қытай Халық Республикасының фотосуретшілер одағының мүшесі Бағдаулет Батырбекұлы. Ал үшінші қонағымыз Монголияда ғаламтор және инновация журналының фототілшісі Жанарбек Ақыбиұлы. Саламатсыздар ма, студиямызға қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Жалпы бүгін Таңшолпанда 3 елдің басы қосылып отыр екен Маржан. Аға, жақында ғана өздеріңіз ұйымдастырған, яғни Шалкөйде елдің жайлау атты фотокөрменің түсірілімі өтті. Жалпы қазақ жерінде көптеген әсем жерлер көп, өте көп. Неге Шалкөйде таңдалды? Армысыздар ағайын. Енді бұл Шалкөйде елдің жайлау атты халықаралық фотокөрменің осы түсірілімі өтті. Енді бұның негізгі мақсаты осы өзіміздің әсем табиғаты өте сұлу, әрі ең биік шың, осы хан тәңірінің шыңның 7000-дік. Соның төңірегінде өту себебі біз осы фотография саласы біздің Қазақстанда кенже дамыған, әрі осы әлі өз жүйесіне түспей жатыр. Осы мақсатта фотоөнер қоғамдық бірлестігі құрылған болатын. Ол осы 2-ші жылы жұмыс істеп жатыр өзінің біраз шараларын. Біз бұл жобада мақсатымыз осы туризм саласы, одан кейін мынау салт дәстүр, басқа да салаларды дамыту саласында фотография арқылы көрсеткіміз келді. Сол үшін бұл Шалкөйде елдің жайлауы фотокөрмесінің түсіріліміне өзіміз арнайы ең мықты деген шеберлерді шақыруды ұйғардық. Оның ішінде жаңағы бүгінгі осы қонағымыз Қытай Халық Республикасынан, Монголиядан, Қытай Халық Республикасынан ең көшбасшы әрі ең беделді ол жақтағы Түсіпбек Слампұлы ағамызды шақырдық арнайы. Өкінішке орай бүгін ол Қытайға жүріп кетті өзінің ауылына. Енді ол Түсіпбек Слампұлы ағамыз бұл фотография саласынан профессор деген атағы бар. Салт сана жөнді доктор. Сол ағамызды алға ала отырып, осы түсірілімде көп деген бір-бірінде шеберлік алмасу, әрі өздерінің түсінбей жүрген сұрақтарын, көкейінде жүрген сұрақтардың көбісіне біз сол жерде осы 3 күн түсірілімде өзіміз көзіміз жетті. Керемет жаңадай жобамыз іске асты. Ал енді жаңа айтып кеттім, қонақтарымыздан басқа бізде Қазақстанның әрбір облысынан мықты фотосуретшілер шақырдық. Оларды атап өтетін болсам, мысалы Маңғыстаудан Серік Майемеров деген облыстық Маңғыстау газетінен. Одан Батыс Қазақстаннан Рафхат Халилов деген азамат шақырдық. Сол өңірден, Оралдан мықтылар. Одан кейін Жамбыл облысынан Ағаділ Рысмахан деген азамат шақырдық. Оңтүстік Қазақстан облысынан Еділ Орманов деген жігітке тоқталып өтетін болсам, бұл жас та болса, соңғы біздің осының алдында өткен жобамыз болатын. Қызғалдақтың отаны Қазақстан атты бір сайыс өткізгенбіз, сонда бас жүлдені жеңіп алған болатын жас жігіт. Сонда шақырдық осы. Одан кейінгі Астанадан Қорғаныс министрлігінен Ермек Сарбасов шақырдық. Әрі Айқын газетінен қатысты. Сол сияқты 16 фотосуретшілер мықты дегендер қатысты. Олардың ішінде жалпы осы қатысушыларға қандай талаптар қойылды? Енді ол жерде біз алдын ала жоспарлағанымызда бірінші біз осы Алматыдан жиналыс кезінде жиналатын жеріміз халық батыры Бауыржан Момышұлының ескерткішінің қасына жиналдық. Ол 20-сы күні таңертеңгісін сол жерде жиналып, содан біз жоспар бойынша Алматы облыстық әкімнің қабылдауында болдық. Аңсар Мұсахановтың қабылдауында болдық. Ол кісі осындай көлемдегі, осынша 16 мықты фотосуретшілердің шетелден келген, облыстан келген, осы жетісу жер жаннаты сол өңірге келгеніне өзі қатты қуанып, қарсы алып, кәдімгі өзінің шапанын жауып жаңағы профессор ағамызға. Ары қарай жаңа талапты айтатын болсақ, бұл талапта біз негізі сол жайлаудың бүкіл тыныс тіршілігін көрсеткіміз келді. Сол бір сәтте бір 3 күн түсірілім болатын. Сол сәтте. Мына суреттердің де көрсетіп болады ғой. Міне, осы суреттердің ішінде хан тәңірін, әр жайлауды, ол жерде малшылардың тіршілігін, өсімдігін, құс аңын сол 15-не өз көзқарасымен түсіруді біз неғылдық алға қойдық. Аға, енді өз сөзінде бұл бізде фотожурналистика кенжелеп дамып келе жатқанын айтып отыр. Ал жалпы Қытайда, Монголияда фотожурналистикаға қаншалықты жолға қойылған? Арнайы фотожурналистерді дайындайтын оқу орындары бар ма? Біздің Қытай Халық Республикасында
осы фотосурет саласы жоғары дәрежеде дамып отыр десек болады. Өйткені мемлекеттік фотосуретшілер қоғамы, одан кейін мына аймақтар бойынша, одан аудандар бойынша түрлі орындарда біздің фотосуретшілер қоғамы бар. Аудандық өткізеді. Одан кейін біз мына ауылдарда да фотосурет көрмелерін өткізіп тұрамыз. Одан кейін мына облыс жаңа өлкө дедік. Осылар бойынша фотосурет бәйгелер өтіп отырады. Ал бұл бәйгелерде үлкен қомақты сыйлықтар беріледі. Осы арқылы біз өнерімізді үздіксіз дамытып отырмыз. Қазір мына біздің Қытай Халық Республикасындағы фотосуретшілердің әсіресе жүйеден өз ұлтымызды албайсақ, осы қазақ ұлтының өзінде де дамушылық бір шама зор. Бізде Қытай Халық Республикасында қазағымыз енді бір шама аз болса да, фотосуретшілердің де жетістіктері өз алдына бір төбе. 30-ға жуық фотосуретші бар қазақтың өзінен. Жанарбек, жалпы өзіңіз осы игі шарадан қандай әсер алдыңыз? Осы жаңағы Қазақстандағы барлық әлем қазақтарының басын қосу үшін, Қазақстандағы фототілшілерді, фотосуретшілердің басын қосу үшін құрылған фотоөнер қоғамдық бірлестігінің алғаш шақыруын алғанды қатты қуандым. Себебі өзім бір жағынан кәсіби альпинистімін, яғни тауға шыққанға құмар едім. Сондықтан қан тәңірінің баурайында, оның үстінде жайлау атаулының қан төресі Шалкөдеде мынандай керемет фото түсірілім түсіреді. Осыған келесіз бе дегенде еш ойланбастан осыған келдім. Бірақ келгеніме еш өкінгем жоқ. Шалкөдеде көп жайттарды байқадым түсіріліммен бірге. Мәселен, жаңағы Қаратаудың басында көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді, ел жұрттан айырылған қиын екен, екі көзден мөлдіріп жас келеді деп біздің бабаларымыз қиын заманда андамында кеткенде осы Шалкөде жайлауын басып өткендігін, сол үлкен асу болғанын байқадым. Сонымен бірге Райымбек баланың ұлы соғыстары, жаңағы жаудан елін қорғағандағы үлкен ұлы шайқастарының бәрі сол Шалкөденің төңірегінде баурайында болғанын байқадым. Сонымен бірге сурет тартып түсіріп жүргеніміздегі анау көктүрік заманындағы осыдан 3000-4000 жылға ескі бейттер мен қамырларды, обаларды байқадым. Содан қарап қазақтың қасиетті жері, онан кейінгі қай ауылға, қай үйге барсақ та қазақтың керемет, кітаптан оқитын, абай жолынан, әуезовтан оқитын қонақ жайлығы, келген қонаққа құлын сойып беретін, қой сойып беретін, дастархан жайып беріп дәмауыз дейтін, сол бір керемет қазақилық, сол бір өңірде сол қалпында сақталған, барған адамды еш қабақ шытпай былай қонақ жайлық көрсететін, қонақ жайлық нағыз қазақилық сол өңірде барығын көзімен көріп, оны бір тілмен айтып жеткізе алмайтын керемет суреттер тартып түсіріп бір керемет әсермен оралды. Бәрекелді, қандай керемет. Енді мына суреттерге де қысқаша тоқталып өтсек, қандай керемет сәт, мысалы бірер секундтағы сәт, бірақ мына қанша сөзбен сөйлетуге болады, бір суреттің өзін. Мына атта тұрған жалынан ұстап, ер тұрмансыз. Дегенмен өте қиын шығар бұны дәл осы сәтті табыстап алу, яғни түсіру. Бұл жерде бірден жаңағы техниканың рөлін ойнайды, әрі композиция, бұның шеберлігі. Әрі фототілшінің шеберлігі. Міне тағы да көркем жайлаудан көрініс. Қазір сонда малшылар қона бастады, осы қазір жап-жасыл керемет кезеңдері. Айғайтастың бір несінен. Сол жақта Айғайтас Шалкөденің шаңырағы деп айтады екен. Сол өңірден түсірілген сурет. Бәрекелді, қандай керемет. Бәрекелді, құрметті меймандарымызға алғысымызды білдіреміз. Таңдай осылай уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Өздеріңізден қысқа нұсқа таңғы тілектеріңіз болса. Асылхан мырза. Енді бір фотосурет арқылы қаншама мағлұматты, қаншама дүниені, әсем дүниені көрсетуге болады. Сол үшін елімізде осы сала енді үлкен жетістіктерге жетіп алғары дами берсе деп. Бәрекелді. Бағдәулет аға, өзіңіз. Менің де ойым мына кісіменен ортақ. Өйткені біз соң алыстан осы фотосурет өнері арқылы келіп отырмыз. Осы өнерді дамыту үшін осы біздің мына Қазақстан елінде осыған жалпы болып, көп болып, көмектесіп, ортақ дамытуға қарай біргісілік үлестерін қосуын үміт етемін. Сонымен бірге түрлі ақпарат орындары, әсіресе мына газет журналдардың ажары фотосурет деп айтылады. Осы ақпарат құралдары жаңа газеттеріміздің барлығы жақыннан жардамы болып, үлкен бәсекелермен, үлкен табыстарменен осы фотосурет
арқылы бүкіл Қазақстанның шексіз көркем табиғатын осы қала халқына, дүние жүзіне таныстырса деген ойдамын. Жандарбек аға, өзіңізден? Енді осы фото өнері қоғамдық бірлестік арқылы әлемнің жан-жағынан жиылып жатырмыз. Осы қоғам арқылы, фото өнері арқылы қазағымыздың ұлттық руханиятын, қазақтың ұлан-байтақ кең даласын әлемге таныту, қазақтың керемет сұлу жердерін әлемге таныту, осы бірігіп жұмыстасақ, осы бір қоғамдық бірлестіктің керемет бір жолға қойылып, дамып өркендеп кетуіне жақсы. Фото өнерді жалғастырып, осыны дамытып келе жатқан жандарсыздар, сіздердің еңбектеріңіз жемісті болсын деп тілек айтқымыз келеді. Жалпы осы Шәлкөдеде бұл фото көрмен түсірілімі болды. Құрметті көрермендерге біз хабарландыру айта кетейік. Ал фото көрменің өзін сіздер қазан айында тамашалай аласыздар. Сондай-ақ Таңшолпан тамашалап отырған барша қандастарымызға, шетелдегі қандастарымызға жалынды сәлем айтамыз. Арнадан алса кетпеңіздер, өздеріңізге әсем ән жолдаймыз. Арнау тобының орындауындағы аңсарым әні.